Бүгін құтты күн жұма таңғы 7. Бүгін тауға съемкаға келгенбіз. Дронымызда әп-әйбәт естіп ұшырдық. Керемет кадрлар шығатынына сендік, көрдік. Сөйтіп жүріп, абайсызда осы моментте Ерасыл байқаш деген кезде айтқаны болмады. Быт-шыты шығып төмен қарты кетті. Сонымен не істейсің? Тауға шықтым. Тауға шығып, тау деген сұмдық енді. Не деген тік мына тау ше. Қиын екен. Қайта біраз адамдардың жолы табылып төбеге шықтым. Төбеде вид деген керемет, көрініс деген керемет. Өкпемен жүрек кетіп қалған, но шүкір дронымды таптым. Таптым, бірақ керемет серьезный ремонт керек екен. Себебі басы өзінше бір бөлек кетіп қалған. Өкінішке орай әйтеуір шүкір табылды. Қадам дрон ұшуға жарамайды. Себебі енді камерасын іздеу керек. Подвескасы жолын қапты, шлейфімен қосамын. Дронның басы камерасы естісіз жатыр. Білмеймін, ремонты қанша болды. Басы бөлек кетіп қалған ғой, домалап. Қайта жақын жерге түсіпті басы. Сонымен приключение бітті, съемка да бітті. Балдар өздері де түсіріп кетті енді камераға. Дронның кадрларынан бірақ кадр, дронның құлап баратқан кадры ғана бар. Сол сәттілік деп қойыңыздар. Съемка керек болса айтыңыздар.